2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтеді. Сайлаушылар тізімдеріне енгізу. Сайлаушылар тізімдеріне республиканың белсенді сайлау құқығы бар және тиісті сайлау учаскелерінің аумағында тіркелген азаматтар енгізіледі. Әрбір азамат тұрғылықты жеріне қарамастан, тиісті жергілікті атқарушы органда сайлаушы ретінде тіркелуге құқылы. Сайлау тағайындалған сәттен бастап және дауыс беру күніне дейін бір айдан кешіктірмей 2022 жылғы 20 қазанға дейін сайлаушы тұрғылықты жері бойынша учаске тізіміне енгізу үшін тиісті әкімдікке өтініш беруге құқылы. Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар орналасқан жері бойынша әкімдіктерге берілген жазбаша өтініш негізінде тізімдерге енгізіледі. Азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне ена алады. Осыған байланысты әкімдік жазбаша өтініш түскен кезде азаматты тіркелген жері бойынша сайлаушылар тізімінен алып тастауды және оны дауыс беретін учаскенің сайлаушылар тізіміне енгізуді ұйымдастырады. Сайлаушылар тізіміне енгізуді тексеру немесе тізімге енгізу үшін қайда жүгіну керек екенін тиісті әкімдіктің сайты немесе кол орталығы арқылы біле алады. 2022 жылғы 4 қарашадан бастап азаматтарға белгілі бір учаскедегі сайлаушылар тізіміндегі өздері туралы деректерді тексеру мүмкіндігі беріледі. Сайлаушыларға ыңғайлы болу үшін электрондық сервистер арқылы дауыс беретін орын туралы хабар тарату ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.